Қайырлы кеш, құрметті студенттер. Қазір сіздерге мына Padlet бағдарламасы бойынша қалай жұмыс жасаудың 1-2 қадамын көрсетпекшімін. Padletті ашқаннан кейін сіздер театр және кино өнері деген параққа түсесіздер. Осы жерде сіздерге не істеу керек? Тапсырма бойынша міне көбісі қосыла алыпты ғой. Кейбіреулер біраз адам уже қосылған. Мына жерде міне қараңыздар, плюс деп тұр ғой, осыған басасыздар да. Мына жерде міне тайтл атын жазасыздар, аттарыңызды, есімдеріңізді жазасыздар, немесе жаңа тақырып бойынша. Одан кейін осында мінекей voice дауыс жазуға арналған не бар? Микрофон тұр, соны басасыздар да, ары қарай сөйлеп жаза бересіздер, иә? Мінекей. Мына жерде мынаны басып, дауысты жазғаннан кейін, құрметті студенттер, өздеріңіздің дауыстарыңызды, ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Көрейік. Құрметті студенттер, өздеріңіздің дауыстарыңызды, ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Болды, мінекей. Жабамыз. Одан кейін жауапты. Қандай жауап жазу керек сіздерге? Мақалада көтерілген бағаланатын пайыздарын қараңыздар. Бағаланбайтын тапсырманы, оны міне оқиға қай кезде болған, Жау жүрек мың бала фильмі бойынша, оны сабаққа жасап келсеңіздер болды. Сол өте қарапайым. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет назарларыңызға.